Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен құстардың ұясы тақырыбында диктант жазатын боламыз. Қазір мен сендерге диктанттың мәтінін оқып беремін, одан кейін әрбір сөйлемді жеке-жеке айтып отыратын боламын. Олай болса балалар ыңғайланып отырып, әдемі көркем етіп жазуға тырысайық. Құстардың ұясы. Құстардың ұясы әртүрлі болады. Торғай қамыстан шағын ұя құрастырады. Ең үлкен ұя бүркіттікі. Бүркіт ұясын жуан шыбықтардан жасайды. Оған мамық төсейді. Ең әдемі ұяны сарықас торғай жасайды. Міне біздің диктантымыздың шағын мәтіні осындай. Енді мен сендерге әр сөйлемді жеке-жеке айтатын боламын. Тыныс белгілерін дұрыс қойып, бас әріппен жазуды ұмытпаңдар балалар сөйлемді. Олай болса барлықтарыңа сәттілік, диктантымызды бастап жазамыз. Құстардың ұясы әртүрлі болады. Құстардың ұясы әртүрлі болады. Торғай қамыстан шағын ұя құрастырады. Торғай қамыстан шағын ұя құрастырады. Ең үлкен ұя бүркіттікі. Ең үлкен ұя бүркіттікі. Бүркіт ұясын жуан шыбықтардан жасайды. Бүркіт ұясын жуан шыбықтардан жасайды. Оған мамық төсейді. Оған мамық төсейді. Ең әдемі ұяны сарықас торғай жасайды. Ең әдемі ұяны сарықас торғай жасайды. Міне балалар, біздің диктантымыздың мәтіні осындай. Диктантты мұқият, қатесіз, әдемі жазды деген ойдамын. Барлықтарыңа сәттілік тілеймін.